Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге құрамында айран мен қаймақ қосылмайтын, өте дәмді болып шығатын, пышный болып көтеріліп шығатын пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк басып, комментария жазып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен жұмыртқаларымызды шағып аламыз. Үстіне өсімдік майын құйып, суымызды, қантымызды салып, үстіне шым-шым тұзымызды салып, жақсылап қанты ергенше араластыратын боламыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Онан соң табамызды майлап, үстіне ұнымызды сеуіп, барлығы жеріне ұнымызды тегізіп шығатын боламыз. Қамырымызды табаға құйып, 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирог дәмді әрі пышный болып шықты. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.